Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге мерекеде немесе туған күнде жақындарыңызға зор денсаулық тілеп қана қоймай, оларға пайдасы тиетін медициналық сыйлық беруге болатынын, ортопедиялық жастықты өз қолымызбен тігуді көрсетемін. Ортопедиялық жастық омыртқаның дұрыс орналасуына және бұлшықеттердің максималды түрде босаңсуына көмектеседі. Қуатты болу, бас пен омыртқа ауруынсыз ұйқыдан тұру керемет сыйлықтардың бірі деп білемін. Бұл видеода мен бұл жастықтардың 3 түрін көрсетемін. Осы көк жастықта түйе жүнмен тігілген, мына ақ жастығым синтепон салынған. Бұлар сүйек тәріздес, косточка деп аталады, жілікке ұқсайды. Арқаңызға қойып отырсаңыз да болады, жастанып отырсаңыз да болады. Бұл көлікке арналған жастық, міне артында замогы бар, резинка тігілген. Көліктің бас жағына резинкасымен тағып қоясыздар. Бұл да ішінде түйе жүн жасалған әдемі ортопедиялық автомобильге арналған жастық. Және де осындай таға сияқты ортопедиялық жастық, бұл да дөңгелек келген. Бұл және құйымшағы ауыратын адамдарға да өте ыңғайлы. Бұлардың қай-қайсысы да өте ыңғайлы, жұмсақ, жолға арналған, өте жеңіл, бір 300-400 грамм болады көп болса. Осындай мінекей ілмешіктер салып қойдым. Бұны сол чемоданның басына іліп алып кетсеңіз де, самолетте, жолда, пойызда алып жүргенде, әсіресе көлікке өзіңізбен бірге алып жүруге өте ыңғайлы. Мінекей біреуі сол басына арналған, біреуі арқасына мына ақтың. Мынау енді менің өзімнің негіз жасап алғаным, основа. Матаның ішіне түйе жүнді сырып қойғанмын. Осылардан қиып жастық жасаймын. Кәдімгі таза түйе жүні. Мінекей осындай жастықтарды жасау үшін осындай лекалы сызып аламыз. Ол үшін осындай 4 бұрыш қағазға 22-де 12 сантиметр қылып сызамыз. Одан үстіне қарай 7 сантиметр, үстіне қарай 9 сантиметр, қапталға қарай 9,5 сантиметр, оң жағынан үстіне қарай 4 сантиметр, астынан 1 сантиметр. Нүктелерді қойып аламыз. Енді осының бәрін міне 7 сантиметрден 9-ға дейін, 9-дан 4 сантиметрге дейін осы нүктелерді біріктіріп дөңгелетеміз. Шеттерін азғантай көзбен дөңгелетіп аламыз. Бір сантиметрге де осылай сызып азғантай дөңгелетеміз. Дайын болған лекалымызды қиып аламыз. Бұл лекаланың 4-тен бірі, 4 бөлшегі, яғни үлкен лекаланы көрдіңіз ба, 4-ке бөлініп тұр. Соны мінекей менің мінекей алдын ала дайындап қойған лекалым бар. Соны осылай картонға қойып, осылай 4 жағына осылай сызып алдым. Мінекей ыңғайлы болсын деп осылай жартысын сызып алдым. Дайын лекаламенен осындай қылып лекалы сызып алдым.
Енді осыны матаға қойып сызып аламын. Тігіске 1 сантиметр қалдырамын. Қосамын 1 сантиметр. Осылай сызып қиып аламыз. Ондай бөлшектің бізге 3-і керек. Жан жағына 1 сантиметрден қалдырып сызып алдым. Енді қақ ортасын белгілеп алып, осылай жан жағын тігеміз. Тек сол мінекей осы жеріне дейін ғана. Мынау үшіншісі. Бірінші ананы тігіп аламыз. Тігердің алдында жақсылап инелермен, түйрегіштермен қадап аламыз. Өйткені мынау түгі бар мата болған соң өзі сырғып кете береді. Сондықтан да мұқият өзіңіз ұстап отырып жақсылап тігіп аламыз. Жартысына дейін, жаңағы көрсеткен жеріме дейін тігеміз. Бұл жастықтардың қай-қайсысында өзім пайдаланып көрдім. Өте ыңғайлы, қатты, жұмсақ та емес, өте қатты да емес. Пішім, өлшемдерде нағыз өзіме ұнады. Мінекей бір жағын тігіп алдық. Инелерін аламыз. Енді осындай қылып қайырып қоямыз да, үшінші бөлшекті үстіне қарай қоямыз. Бөлшекті екі бүктеп, ортасын белгілеп аламыз. Ручкамен болсын, немен болса да бір белгілеп аламыз екі жағында. Қақ ортасын
Енді осы белгілеп алған жерімізді ортасына келтіреміз және де инемен қадап аламыз. Және осындай екі бөлшек мата қиып аламыз. Бұл ана ілмешігі болады. Бұл жерде бір қатты өлшемнің керегі жоқ. Мен өзім былай 5 сантиметр алдым. Ұзындығын өлшемеппін. Былай көзбен алып қиып, бүгіп теге қойдым. Енді осыны екі жағына қарай инемен қадап, ішіне қарай салып қоямыз. Тағы да қақ ортасына дейін тігеміз, бірақ ендігі де ортасын азғантай бір ашық жерін қалдырамыз. Мінекей тігіп болдық. Енді оң жағына қарай айналдырамыз. Өте әдемі жастық тыс болып шықты.
Енді осының үшін мінекей синтепонмен толтырдым. Мінекей осындай шариковый синтепондар бар, сонымен толтырдым. Енді ашық жерін, ашық жерінен қолымызды салып, жақсылап біркелкі қылып орналастырамыз ішіндегі синтепонның. Енді ашық жерін тігуге бізге өзімізге оңай болу үшін әрегеректен теруштермен қадап қоямыз. Мінекей әрегеректен осылай қадап қойдық, өзімізге тігуге ыңғайлы болу үшін. Енді білдірмей қолмен азғантай ғана ашық жерін қолмен тігіп тастаймыз. Мінекей енді инелерімізді аламыз. Жастығымыз дайын болды. Ешқандай көрінбей тұр тігілгені, өте әдемі жұмсақ жастық болып шықты. Видеоның соңына дейін қараңыз, ары қарай тағы да басқа
түрлерін көрсетемін жастықтың. Ендігі жастығымызды тігу үшін осындай төрт бұрышты аламыз. 32-де 25 квадрат төрт бұрыш. Ортасынан қақ бөліп сызық сызамыз да, әр шетінен мынадай дөңгелету үшін қақ ортасынан мінекей 2 сантиметр, 2 сантиметрден осылай нүкте қойып аламыз. Енді осы 2 сантиметрден бастап осылай сызып, шет жақтарын сәл дөңгелетіп, лекалы жасап аламыз. Мінекей осындай төрт бұрышты матамызды аламыз. 32-де 25 мінекей лекалымен сызып алдық. Енді бұның бір жартысын бөлеміз, өйткені біз замок саламыз бұған. Менің қолымда басқа замок болған жоқ, сол көйлектерге арналған замоктар. Потайной замок салдым. Замок болған өте ыңғайлы. Сырты кірлеп қалса, алып, шығарып жуа бересіз. Мінекей мен әуелі екеуін қосып тіктім. Енді үстіне қазір замокты салып тігемін. Ортасын сосын сүйгемін. Бұл менің потайной замогым тіп-тіке болу үшін осындай әдісін жасадым.
мінекей замогын тігіп болдым. Енді лекаланы салып, қақ ортасына келтіріп, дұрыстап, тағы да бір сызып аламын. Енді сызып алған соң абайлап қиып аламыз. Екі жағын закрепка жасаймыз. Екі жағын мықтап, ашық қалмау үшін тігіп аламыз. Мінекей екіншісінде қиып аламыз. Мінекей замоктың екі шетінде тіктік, ашылып қалмау үшін. Және де сол замоктың үстіне екі жағына қақ ортасынан резина жасаймыз. Резинаны түйреуішпен қадап қоямыз.
Мінекей осылай барлық жерін тігіп шығамыз. Мінекей қадап қойған инелерімізді аламыз, тігіп болдық. Енді оң жағына қарай айналдырамыз. Жақсылап бұрыш-бұрыштарын шығарып, әдемілеп айналдырамыз. Енді манағы дайындап алған основамнан осындай міне түйежін негізімнен осылай лекаламен тағы да сызып аламын. Мен біреу, мынау екеу. Осыны жақсылап айналасын тігемін. Және де кішкентай ашық жер қалдырып, ішін жүнге толтырамын. Мінекей тігіп, ішіне жүн толтырдым. Енді осыны мына жастықтың тысына саламыз. Мінекей көрдіңіз ба? Дөңгеленіп, томпайып тұр. Іші де сырты да түйе жүн. Мінекей керемет жастық дайын болды. Ал мына жастығымыз тіптен оңай. Диаметрі 6,5, ортаңғы сызығы. Циркульмен сызып алсаңыз да болады. Әуелі ортаңғы сызығын 6,5 сантиметр қылып аламыз. Бұл екі бөлгендегі сызығымыз. Мен тек осылай линейкамен істеп алдым. Содан ортаңғы сызықтан бастап 13 сантиметр тағы да сызып аламыз да, соны да линейкамен істедім мен 13 сантиметр қылып, ортаңғы сызықтан бастап барлық жағын 13 сантиметр қылып сызып алдым. Және де ортаңғы сызығына жеткізбей, 5 сантиметр жеткізбей дөңгелете қоясыздар.
Бұл енді бір жартысы, былай ашқанда бір лекала болып шығады. Мінекей осындай болып шығады. Осындай қылып сызып, екі дөңгелек керек болады. Соны біріктіріп, мінекей мен тігіп алдым. Оны көп көрсетіп отырғым келмеді. Мінекей ортасын осындай қылып ашық қылдым. Осындай үйдегі синтепондардан саламын бұны да. Қазір енді бұны айналдырып аламыз оңға қарай. Мінекей жастықты оңға қараттық. Өте әдемі жастық болып шығылатыр. Жақсылап бірге келкі қылып синтепонымызды саламыз. Мінекей жастығымызға синтепонды салдық. Енді ашық жерін тігіп, мінекей осындай әдемі жастық дайын қылдық. Ал қасындағы жастықты, осы көк жастықты тап, ана ақ жастықты тіктім ғой, ол да жағы сүйек тәріздес. Тап осындай қылып тіктім. Әдісі бір. Осындай міне мынау көлікке арналған жастық. Міне резинкасы бар. Замогы бар, мінекей ашылады. Өте ыңғайлы. Видеом ұнаса, лайк басып, пікір жазыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеліп, әрқашанда қоңыраушаға басып кетіңіздер. Әрқашан менің ендігі пайдалы кеңестерімді, пайдалы видеоларымды көргіңіз келсе, ең бірінші болып көретін боласыздар. Қош сау болыңыздар. Сіздерде өздеріңіздің пікірлеріңіз жазсаңыз болады. Сіз өздеріңіз қандай қылып жасап көрдіңіз? Ыңғайлы ма сізге осындай жастықтар? Менің өзіме осылардың барлық түрі де ұнады. Бүгін мінекей. Әр тігіс сайын машинаны тазалап тұру керек.
соны қалай тазалау керек екен көрсетемін. Менің машинам осындай, мына жағында ашылады. Сонымен көрінеді, тіккеннен кейін осы жағын тазалаймын. Ол үшін бізге осындай мінеке отверткасы керек, сосын осындай распарывательменен. Мына бір жерде осындай несі бар. Шурупы бар, соны бұрап аламыз. Мына жағында бар. Осылай алып қоямыз. Мына жағын лапкасында алып қойған жақсы. Мына жағын ашамыз. Неке қараңыз қандай. Ішінде қаншама қиқым бар. Қанша қиқымы көп совсем. Соны мына жағында неке осындай. Ашатыны бар осындай. Соны аламыз. Көрдіңіздер ме? Қандай әр тегіс сайын осындай. Соны осылай щеткамен тазалап аламыз. Бәрін жақсылап осыларды тазалаймыз. Мінеки, осындай ортасына дейін, арасына дейін тазалаймыз. Осыны жақсылап тазалаймыз. Және де челнокты аламыз. Мінеки. Және осының ішінде тазалаймыз. Қараңызшы, қаншама не шығып жатыр. Андай жүндер шығып жатыр да, матаның қиқымдары. Енді міне осының ішінде тазалаймыз. Осының қуысының өзі міне қазір бұлай алып көрсетемін сізге, қандай. Осыны әр тегіс сайын, әсіресе бір осындай ворстары көп маталардан осындай көп қиқым шығады. Қараңыз. Мынаның мынандай қыртысы бар. Сонында міндетті түрде тазалаймыз. Одан да көп осындай нелер шығады. Осылай жақсылап тазалаймыз. Және мынаны жақындатып көрсетейін сіздерге. Осының ішінде тазалаймыз. Көріп тұрсыз ба, қаншама қиқым. Көріп атқандарыңыздай көріңіздер ме? Қаншама қиқым шығады. Осыны осылай бәрін жақсылап тазалап. Және де міне көріп отқаныңыздай, көрдіңіздер ме? Мына тістеріне қаншама жиналғанын көрдіңіздер ме? Тісінде бәрін жақсылап аласыз. Кейбір мысалға мына бір жерлеріне даже осылай етіп аласыздар. Кейде осы жерінде де көрдіңіз бе, мінеки қандай толып тұр. Осындай қылып тазалайсыздар. Машина сәл нәрседен жасамай қалады. Осындай қылып бір тазалағаннан кейін де жасамай тұрған машиналарын, тігін мәшіндеріңіз тек осы тазалағаннан кейін де көріне жасап кетеді. Көрдіңіздер ме, мінеки? Қаншама қиқым шығып жатыр. Осыны жақсылап әбден тазалауымыз керек. Для удобства мынасын алып қойдым. Кішкене маған кішілеу керек болып тұр. Мынаны дашы мына жақтарына тығып қолымның жеткен жеріне дейін бәрінде осылай тазалап шығуға тырысамын.
жүргізіп. Мына қараңызшы, міне ватный палочка деп осындай болып шығып жатыр. Бұның басқаша да тазалайтын тәсілдері бар шығар. Мен сіздерге өзім қалай жасайтынымды көрсетіп отырмын. Мүмкін бұдан басқа да жеңіл түрлері бар ма? Кейде ойлаймын осыны қандай пылесос сияқты бір кішкентай немен суырып болған ыңғайлы сияқты. Қараңыз, қаншама шаң шығып жатыр. Енді барымызша тазалап болдық. Осындай кішкентай ғана колпачокқа май құйып алдым. Сол майға азғантай мына ватный дискіменен, кішкентай құлақ тазалайтынменен осыған азғантай малып аламын. Және де осыменен осылай майлап шығамын іштерін. Мына жағына былай қарай аударып, осы жағын да майлаймын. Осы бір рет істеп алған майыңыз жетеді. Мен тіпті одан кейін даже асап сүртіп аламын сосын. Қатты шылқытып майлап қажет емес. Тек осы жерін ғана. Және де біздің мына чылмардың ішіндегі мынадай нәрсеміз бар ғой. Міне. Соның осындай жерлерін істеймін. Қазір. Мына бір жерлерін істеймін. Все, басқа жағын жасап қажеті жоқ. Осы жерлерін кішкене осы жерін болды. Солай. Енді кішкене жүргіземіз. Бұны тықпақпын ғой машинді. Бұны тоғын тығып жүргізу керек. Мен енді мына жақта қалып қойыпты. Осылай артынан даже сосын жайлап жинаймыз енді. Енді жинаймыз. Саламыз. Жабамыз. Мынаның арасында да қараңызшы қандай шұңғақ қойған. Бұны ойламаппын мен. Все. Осындай термешіндеріңізді сіздер қалай тазалайсыз? Сіздерде өздеріңіздің варианттарыңызды
айтып жазып жіберсеңіз болады. Маған бәрі де қызық. Сіздердің пікірлеріңіз. Болды. Қоямыз енді. Начинамыз. Да, енді тігуге. Ал мынау менің өзімнің огородымның укроп, петрушкалары. Осыларды мен осылай кептіріп аламын. Кепкенде де жақсы еш шығып тұрады. Кепкен кезде көрсетемін. Өзіміздің огородта өскен укроп, петрушкалар, ұлпалар. Ешқандай селитра сондай қоспай, натурально өскен укроптар. Мынау уже кепкендері. Бұлардың бәрін былай бүйтіп біткен сайын уатылады. Осылай кішкене үгіп осындай сала беремін. Мынандай үлкендерін артынан бұларды да жақсылап тураймын. Өйткені бұлардың бәрі тек азғантай ұлпасынан ғана алынған. Соленьеге де жақсы болады ертең. Осындай қылып қысқа толтырып қоямын. Мінекей, мен ыдыстарға салып бастадым. Нығыздап салдым кәдімгідей. Өзіміздің қолдан өсірген укроп, петрушкаларымыз. Әлде өсіп жатыр. Оны бұйырса әлде де кептіріп, осындай қылып ыдысқа салып алдым. Ал мынау сабақтары. Холодильникке салып керек емес, бұны құрғақ жерде сақтай бересіздер.